Сәлем кішкентай зерттеушілер, естеріңде ме? Алдыңғы бағдарламада біз жүн өңдеу цехына барған едік. Ал осы жолы біз қазақтың сырмақ басу қолөнерімен танысамыз. Қамаш апа, Айзере екеуміз сырмақ басуды үйренгіміз келеді. Мастер-классыңызға шақырғаныңызға үлкен рахмет. Қош келдіңдер. Енді ол сырмақ тігу деген мәселе бір күннің жұмысы емес, ол бір дегенде үйрене салатын да нәрсе емес. Сондықтан оның бастауының өзіне сырмақ тіккенше де қаншама жұмыс бар. Кезеңдерін айтайын. Сырмақ тігудің кезеңдеріне келсек, ең бірінші кигіз басылады. Кигіз басуға жүндер дайындаймыз алдыменен. Енді негізі сырмаққа екі түрлі кигіз керек. Мысалы, мынау көк түрлі, мынау ақ түрлі екі түрлі біздің осындай екі кигіз керек. Сосын бұл кигіздерді былай беттестіреді. Ағын астына салады, бетін үстіне қаратып, сосын кейін өңін үстіне қаратып, көгін оның үстіне салады. Сосын кейін жаңа өзге керек размерді ойып аласың. Сосын мынаған екеуін беттестіріп көктеп қоясың. Көктеп, ана уақытша тігіс. Осылай, иә. Сосын кейін үлгісін сызасың. Жаңа бір оюдың үлгісін маған саласында сызып аласың. Сосын сызғаннан кейін ол жерді кесесің. Мынандай бөлшектеп. Ортасындағы мынандай оюды астындағы ақпен айырбастаймыз. Мына үстіндегі ортасында ойылған оюды астына түсіреміз да, оның астындағы ақты үстіне түсіреміз. Сонда мынандай инкрустация менен осындай не шығады. Сырмақтың түрі шығады. Енді одан кейін оларды біріктіріп құраймыз. Құрау деген мына екеуін, екі түрлі кигізді біріне бірін қосып, жай тігіспен жүрмеуіне құрап қояды осылай. Құрап қосады. Енді құрап қосқаннан кейін сыру деген процесі басталады, кезеңі. Сырмақты қатайту үшін тігілетін тігісті айтады. Ағына ақ жіп бастырып, басқа түсіне, басқа өзіне сәйкес жіпті бастырып, осылай түгел сырып тігеміз. Сыру дейді бұны. Одан кейін, сырудан кейін, мына тігістің үстіне, мынандай түр жіп дейді. Мына тігісін жабамыз, иә, тігісті жауып, түр жіп бастырады мынандай. Түрі мынау сырмақтың түрі. Түр жіп бастырғаннан кейін, жиекте бұдан сырмақ аяқталады. Ал енді бұған жіп дайындаудың өзі бір үлкен жұмыс. Мына тігетін жіпті иіреміз. Жіпті де өздеріңіз дайындайсыздар ма? Иә, иіріп, ұршықпенен иіріп, мынау түйенің жүні мысалы. Түйенің жүнімен құрау, ол өте мықты болады түйенің жүні. Құрағаннан кейін мына бастыру жүнін осы түйенің жүнімен некеміз, бастырамыз. Енді мына сыру жіпті қойдың жүнінен әрқайсының өзінің түріне қарай, мысалы ақ жүнмен, қараға қара жүнмен солай мынандай тігетін жіп дайындап аламыз. Сосын кейін сол жіппенен құраймыз, сол жіппенен тігеміз. Мынандай өте жіңішке иіріп аламыз. Ертеде сырмақсыз үй бос үй саналған. Қазақтың киіз үйіне кірсең, міндетті түрде сырмақ жатқан. Сырмақты қайда төсейді білесің бе? Не істейді сырмақты? Жерге салады. Жерге төсеніш. Сырмақтың қасиеті бұл өте жылы. Біріншіден жерден сыз өтпейді. Мысалы суық мына кафельдерге төсек қойсаң жерге, кафель деген сұп-сұқ қой, аяққа сыз өтпейді. Енді бұл қазақ күлді туғаннан бастап баласы осы сырмақтың үстінде өскен ғой, қазақтың төсеніші қазақтың сырмақ туған, текеметпен сырмақ туған. Осының үстінде жүрген жас балалар, кішкентай еңбектеп жүрген жаңа отырған балалар, мынау бұжыр-бұжырдың бәрі оның денесіне микромассаж жасайды. Содан ол баланың дамуы белгілетеді баланың. Кигіздің баланы өзі туғанда қазақ жүнді тазалайды да, жабағы жүн дейді, көктемде бірігіп тұрған жүн, басы бірігіп тұрған кигіз сияқты жүнді. Тазалап, үлпілдеп таза қылады да, соны бесікке салып, баланы жаңағы орап бөлейді. Сонда бала бір жағынан жып-жылы жатады, екінші жағынан оның бүкіл денесіне массаж жасайды. Сонымен бала, қазақтың баласына тез дамитыны, тез сөйлейтіні, тез жүретіні осы кигіздің арқасы деп айтады қазақ. Бізден киген киімдеріміз бір жағынан күн өткізбейді. Жазда кисең де, жазда жұп-жұқананда көйлек басып киюге де болады.
тақия басып киюге де болады. Бір жағынан күн өткізбей, күннің ультра күлгін сәулесі дейді ғой, соны өткізбейді. Екінші мынадан тақия киіп жүрген адам күн сәулесі давлениесі де көтерілмейді екен. Давленияны қан қысымында ұстап тұрады екен. Сырмақтың әр оюы бір сөз секілді. Қазақтың оюлары жай сән емес, әр оюдың мағынасы бар. Мысалы, қошқар мүйіз күш пен байлық, тұмарша көзден сақтайды, шиыршық тоқтық пен бірлік белгісі. Сырмақ оюмен сөйлейтін кілемше сияқты. Мынау әрі маңдайын жауып тұрады, әрі құлағын жауып тұрады, әрі желкесін жауып тұрады, әрі өте сәнді. Қысты күнге осындай бас киім киіп алса өте жақсы. Енді жаңа ғана бастыратын үш қабаттау үшін мынаны шаламыз былай. Сонда мынау үш қабатталады. Содан кейін мынаны былай қарай ұшықпенен ширатады. Ширатады. Ширатқанда мынандай жіп пайда болады. Жаңа көрсеттім ғой, мынандай жіптер. Осымен тігеді. Әр жағынан тартып аламыз. Кері қарай өткіземіз. Сосын кейін мынаны аламыз. Тартасын. Ана айттым, жіптің көзін ұстап. Менің көзін ұстап. Ол үшін. Апа, сіз Қазақстанның қолөнершілер одағының мүшесі екенсіз. Сіз өзіңіз туралы ашып, толығырақ айтып берсеңіз бола ма? Енді мен негізі ауылда тұрғанмын, Ақтоғай ауданының Шабанбай би деген ауылында. Сол ауылда 40 жылға таяу мұғалім болып жұмыс істедім. Оның 20 жылын еңбек сабағын, технология сабағын беруден өткіздім. Өзімнің негізі мамандығым тарихшымын. Бірақ та осы қолөнерімнің несін балаларға үйретіп сұранғаннан кейін мектепке өзім қазақтың ісмерлік қолөнері деген бағдарлама жасап, 5-11 сыныптардың арасында. Сол бағдарлама бойынша бүкіл өзім зейнеткерлікке шыққанша сол мектепті солай қыз балаларын қолөнерге үйреттім. Енді бұл сол мектептен бастадым негізінде. Өзім жасымнан анам алесіп үйдегі анаммен бірге ол кісі істеген істің бәрін істеп, қолөнердің барлық түрінен хабардармын. Бұрыннан сабақ берген жылдарымда оны шыңдап, осылай жоғарғы дәрежеде істейтін мастер болдым. 2013 жылы Қазақстан республикалық шебер деген конкурсқа қатыстым. Қазақстан қолөнершілер одағының конкурсына қатыстым. Сол конкурстан жеңімпаз болып, Катманду қаласына Азия мемлекеттері қолөнершілерінің жәрмеңкесіне бардым. Содан кейін жаңағы жоғарғы әр жерде осындай мастер-класстар жүргізіп, курстар жүргізгенімнің бәрін ескеріп, мені Қазақстан қолөнершілер одағының мүшелігіне қабылдады. Менің естуімше, бір сырмақ тігуге кейде тіпті бір айға дейін уақыт кетеді. 2,5 метрге 1,25 сырмақ тіктім, соны 4 ай тіктім. Ол мынаның бәрін жиып сырдым мен, содан кейін де көп уақыт өткен шығар. Яғни жіп жиып, мынаның бәрін ойлап жіп жиып сырдым, содан кейін де көп уақыт өткен шығар. Бірақ өте күрделі жұмыс сырмақ тіктім. Өте алдыменен мынаны құрайсың, құралдың өзіне қаншама уақыт кетеді. Оны сырудың өзіне қаншама уақыт кетеді. Керемет күрделі, көп уақыт талап ететін жұмыс. Елдің бәрі істемейтіндігі сондықтан. Мен мысалы өзім сырмақты істер едім, уақытымды алады, ешқандай басқа бір қыс отыру керек бір сырмақты бір жаз. Өте қазір қолөнер өте жақсы бағаланып келе жатыр. Халқымыздың бұл бұйымдарынан ешкім зиян шекпейді. Бұлардың пайдасы ұлан ғасыр. Қазақтың бұйымы, қай бұйымы болсын, қазақтың оның бұлай тәрбиелік мәнінде де үлкен философиялық негізі жатыр. Оның пайдасы да керемет үлкен. Сондықтан кім болса да үйренгісі келеді деп ойлаймын. Үйренгісі келеді, енді уақыты бар адам, бет бұрған адам істейді деп ойлаймын. Балақай ТВ жобасы деп, мына балаларға үйретіп жатқандарыңды өте қолдаймын. Баланы жастан дейді. Жасынан бастап үйренсе, оны ешқашан тастамайды деп ойлаймын. Бұл өте жақсы балаларға үйретіп жатқандарың. Енді айналайындар,
Мына сен үйрөнгің келе ма, істегің келе ма келешекте? Істегің келсе, міне жасыңнан үйренсең, өте бұл жерде қалмайтын нәрсе ешқашан. Сондықтан қазіргі балаларға қай нәрсе болсын, қай түрі болсын қолөнерден шет қалмаңдар. Әйтеуір бірдеңесін үйреніңдер. Қандай қолөнер болсын, қазақтың өнерін үйреніңдер деймін. Отбасында өнер үйренген бала қай жерде болсын осының технологиясы оларға керек болады. Балақайлар, жүннен басталған жол осындай әдемі ою өрнекпен әрленіп, шебердің қолымен осындай сырмаққа айналды. Егер қаласаңдар әжелеріңмен, аналарыңмен үйреніп көріңдер, ою басуды, оюды сызуды үйреніп көріңдер. Сіздермен бірге болған Балақай ТV.